Жылдамырақ жазып аламыз, балалар. Бірақ әдемі жылдамырақ. Сен мына тапсырманы орындап жүрсің. Мұғалімдерге кеңеске. Болғанымыз екі-ақ сөйлем жазамыз болды. Ыбырай Жақай 1981 жылы қазіргі Қызылорда облысы Сырдария ауданында Қызылтау ауылында дүниеге келген. Бізде картада жаңағы мәтінде дұрыс көрсетіп жатыр ма? Жақсы. Толық көрсетеміз, Қызылорда облысы деп картада жақсы көрсетеміз. Жақсы, бізде бүгінгі Қызылордада сонда есімізде сақтаймыз. Күріш отыры дегені әр ауылда да кәсіппен айналысатын адамдар бар екен. Мысалы, біздің ауылда кәсіппен айналысатын, мысалы, Асландардың атасы болған, аталары болған осыған екен. Және де жеке кәсіпкерлер де біздің ауылда бар, иә? Енді қазір бізде күріштің пайдасы туралы бір кішкене видео көріп алайық. Ызаға пайдасы. Күрішті бағалы жармалық дақыл ретінде өндірудің жылдан жылға ұлғаюының бірнеше себептері бар. Біріншіден, күріштің жармасы жоғары калориялы диеталық азық. Оның 1 килограммы 3590 калорияға тең. Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжыңдалған және жағымсыз болып көрінуі де мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең 1 стақан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецептін қолдансаңыз да болады. Дегенмен, сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. 1 стакан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Екінші, күрішті суға салып, оны төмен температурада 2 сағаттан 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Сондай-ақ, күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз болады. Мысалы, күрішті қайнатыңыз да бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Жалпы ұзақ өмір сүргіңіз келсе, күрішті көп пайдаланыңыз. Сонымен күріштің де дәрілік қасиеті бар екен. Ол күріш көп жылдық өсімдік екен. Күріштің көп мысалы пайдасы бар екен. Жақсы. Қазір осыны сендер әр топтық жұмыс кәсіптерде бірінші топта мысалы бидайдың туралы тез жазып жібереміз. Сендер жүгері туралы жазып жіберіңдер, сендер күріш туралы тез жазып жіберіңдер. Туралы қысқа-қысқасы жазып жіберіңдер, болғандарымыз қоңырауда жүрміз. Ақылдасуға болады бір-бірлерімен. Негізі топтық жұмыс қой бұл. Бір адам ғана орындамау емес, топтық жұмыстың міндеті істейміз. Бәріміз бір-бірден ойымызды айтуымыз керек. Ұстаздар тобы болып қойды. Жақсы. Кәсіпкерлер тобы да болды. Біз енді дәрігерлер тобын аламыз. Топпен жұмыс жасағанда не істейміз? Біріміз тыңдауларымыз керек. Бір топтың айтқан
Қорытынды заттарын тыңдауымыз керек. Болды, жақсы. Бірінші топ ұстаздар тобы шығамызды тез қорғайық. Жақсы. Тынышталамыз. Жүгеріні жуып суға қайнатып жейді. Жақсы. Жүгеріні жуып суға қайнатып жейді. Жүгеріден тәтті попкорн жасайды. Жақсы. Жүгері астық тұқымдастарға жатады. Жақсы. Жүгеріде көптеген дәрімен бар. Көптеген дәрумендер бар. Жақсы. Екінші топ кәсіпкерлер тобы. Күріш көп жылдығы өсімдік. Оның дәрілік қасиеттері бар. Ыбырай Жақаев 50 жылдық күріш еккен. Қызылорда облысында Ыбырай Жақаев күріш еккен. Жақсы. Жарайды, жақсы. Мына жақтан. Ертеден келген дәл деп айтамыз ба? Біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан немесе? Тағы басқа заттар жасалады. Денсаулыққа пайдалы. Жақсы. Бидай көп жылдық өсімдік. Жақсы. Бидай көп жылдық өсімдік. Аха. Бидай қысқа шыдайды. Бидай, ыстық бидайды, күздік бидай жазды. Бидай оларды түрлерін айтып отырсыңдар. Жақсы. Мына жерде жазып тұр екен, жарайды. Ыбырай Жақаев кім? Ал, тағы да қосатындарыңдар бар. Қайсы? Ыбырай Жақаев әйгілі күріш өсіруші. Тағы да қосайық. Біз бүгін Ыбырай Жақаевтың көбіне естиміз қой. Жақсы. Тағы қосамыз. Ол 50 жыл күріш еккен. Жақсы. 50 жыл күріш еккен. Тағы Нартай сен айтпаймыз ба, қоспаймыз ба? Тағы Аслан. Алихан. 1891 жылы дүниеге келіп, ол 1981 жылы дүниеге өткен. Жақсы. Раяна. Ыбырай Жақаев күріштің атасы. Жақсы. Күріштің атасы. Қайсар. Жаңа айттың ғой, Қайсар сен айттың ғой. Ыбырай Жақаевтың інісі Мақсұт Нұрылбаев. Жақсы. Болды, жарайды, жақсы. Қосасың ба? Ыбырай Жақаев ол ақ күріштің атасы. Ақ күріштің атасы дейміз. Жақсы. Келесі сұраққа кеттің. Інісі кім дейді? Мақсұт Нұрылбаев. Мақсұт Нұрылбаев. Қолымызды көтеріп айтуымыз керек. Нартай. Нұрылбаев. Жақсы, иә? Отыра ғой, Нартай. Келесі сұрағымыз. Ата кәсіп дегенді қалай түсінесіңдер? Ата кәсіп. Ал, Алихан. Ата кәсіп деген ол бұрынғы заманнан бастап бері қарай келе жатқан кәсіп. Кәсіптің түрі, иә? Жақсы. Асма. Сол тұрасың ба? Ал, Қайсар. Ата кәсіп дегеніміз ол ертеден ата баба ертедегі аталарымыздан қалған кәсіптер. Жақсы, аталарымыздан қалған кәсіп. Асланның айтқаны дұрыс, бірақ сенде де сол тұры. Күріштің қандай пайдасы бар дейді? Мына тоқтан ары не ұйықтап отырмыз? Алихан айтсыншы бізге күріштің пайдасын. Күріштің пайдасы ол емдік қасиеттері бар. Иә.
Жақсы. Қытайда да көп пайдаланады екен, жақсы. Раяна. Күріштен май алады, оның сабағынан қағаз жасайды. Жақсы. Ал. Қытайдар таңертең ұйқыдан тұрған сайын бір кесе күріштің суын ішеді. Жақсы. Оны айтқанымыз, оны бүгін айтпаймыз, иә? Тағы басқалар. Ал қайсар. Біз қазақтар күріштен тамақ жасап жейміз. Жақсы. Біз тамақ жасап жейміз. Оны тек қана біз қазақтар ғана жасап жемейді екенбіз. Бүкіл барлық мемлекетте күріштің пайдасы бар екені, дәрінің қасиеті де бар, көп нәрсесінде. Ауыл шаруашылық маманын кім деп атаймыз? Ауыл шаруашылық. Ауыл шаруашылық маманы. Аныр қозғанбай отырмыз. Сен бір жерге алып отырман ба? Ауыл шаруашылық маманы агроном. Агроном деп атаймыз. Жақсы. Агроном екен, дұрыс ең балалар. Енді бүгінгі сабағымызда кері байланыс беріп өтейік. Түсіндім дегендерің қызылға, сұрағым бар дегендерің сарыға, түсінбедім дегендерің қызылға жаздырасың. Орталарында жаңа өздерінде болған түстер бар. Жасыл болса жасылға басын, жетпейтін болса жетпесін. Ал жетпесе, жетсе өздерінде жетті ма түгел? Ал кері байланыстарыңызды бере берсеңіздер болады. Бір-бірден бірінші топ беріп алсын, бірінші. Қайсыңыз жабыстырдың, айтамыз арамыздан. Мен сабақты түсіндім, жақсы. Біраз кетті. Марғұлан, сабақты түсіндім. Түйкен Нұрдәулет, жақсы, түсіндім. Ой, мен сұрағым бар да кетіп қалып, жарайды. Жақсы. Рабиға, жақсы. Раяна, Мен сабақты жақсы түсіндім. Арнұр, Мен сабақты жақсы түсіндім. жақсы. Дина, Мен сабақты жақсы түсіндім. жақсы. Сұрағым бар дегендер де болуы мүмкін. Иә. Алихан, сен не істедің, Алихан? Айтып сөйлеймін, айтамыз. Мен сабақты түсіндің ба? Жақсы, түсінсең түсіндім деп айтады ғой. Жақсы. Жетеді ғой, неге жетеді? Ана жерде ортасында біреу қалған. Арасында бүйтіп қоса берсеңдер, орында бар, көбісі қоса берсеңдер болады. Ал Нартай бар. Нартай да сабақ жақсы түсіндің ба? Айтпайтындар, мен мына жерде көрінбейді, сендерге айтып түсіндім. Жақсы, түсіндім дейді. Ал қайсыр? Мен сабақты өте жақсы түсіндім. Мен өте жақсы түсіндім дейді. Ортасында бір қарсы алып. Жақсы түсінуге болады. Ал Мансұр, жақсы. Мансұр да жақсы түсінікті. Қанат Мансұр, мен сабақты жақсы түсіндім дейді. Жақсы. Арасында қыстырсаң, ортасын ашық жүрсің, орын бар. Мансұр. Келесі Нұрдәулет. Мен сабақты өте жақсы түсіндім. Мен сабақты өте жақсы түсіндім. Жақсы. Олай болса, үйге тапсырма мәтіннен сыр өңірін сипаттайтын эпитетті сөздерді тауып жазып, күріштен жасалатын бір тағамның даярлау тәсілін сұрастырып жазып келеміз. Енді мен қазір топты бағалап тастайын, одан кейін жеке бағалаймыз. Ал топтан ашықтан санаңдар, ортаға қосып, бірінші әркез
екінші орында, иә. Ұстаздар тобында бір баланың да әсері етеді. Негізінде ұстаздар тобы да, өйткені бір баланың асығын өзі 3 жауап берсе, о да саналуы мүмкін. Бізде бүгін Нұрислам келмей қалды. Сол себептен кәсіпкерлер тобы, ұстаздар тобында тең қояйық. Ешқандай ренжіш болмасын, иә. Бүгінгі сабақта бізде жақсы, өте жақсы 9 деген бала, кімге Қанат Мансұрға жақсы, Қайсарға өте жақсы, кімге Мансұрға жақсы, Нартай да жақсы, бүгін сабаққа жақсы қатысты Нартай, Динаға өте жақсы, Алихаға өте жақсы, бүгін Арнұрға жақсы, бүгін бір ауыр отырсын ба, кішкене бүгін сабаққа дұрыс қатысам. Раянаға өте жақсы деген бағамен бағалаймыз. Мына қатардан аян. Рамазан жақсы, Түйкен Нұрдәулет өте жақсы, Аслан өте жақсы, Рабиғаға жақсы деген, Рабиға